Кемел Тоқаев 1923 жылы 2 қазанда Алматы облысының Қаратал ауданында дүниеге келді. Ұлы Отан соғысының ардагері. 1948 жылы Қазақ мемлекеттік университетін бітірген. Ұлы Отан соғысының 1 және 2 дәрежелі ордендерімен 2 мәрте ерлігі үшін медальдарменен және де басқа көптеген медальдарменен, құрмет грамоталармен және омырауға тағатын арнаулы белгісімен марапатталған. Кемел Тоқаевтың шығармалары Жұлдызды жорық, Қыз қарлығашы, көптеген повестер мен әңгімелері, Замандастар сыры атты көптеген шығармалары бар. Кемел Тоқаев даңққа бөленген солдат, қаламы жүйрік жазушы. Рухани асыл қазынамызға қосқан оның да мол үлесі бар. Өнегелі өмір жолы, еңбекқорлығы мен адами қасиеттері жас ұрпаққа үлгілі болуға лайық. Ал оның туындылары әдебиет тарихындағы асыл қазына, өшпес мұра болмақ.